сәлеметсіздер ме? Жақсылыққа жаны құмар шәкірттерім, аяулы ұстаздар, құрметті ата-аналар. Сіздерді өзін-өзі тану сабағында көргеніме қуаныштымын. Сабағымыздың тақырыбы аялайық бақытты деп аталады. Сабақтың мақсаты балалар бақытты болу үшін бойымыздағы жақсы қасиеттерді арттыру және өзге адамдарға жақсылық жасау, білімді болу, парасаттылыққа үйрену. Сабақтың міндеті білімді және өнегелі өмірге құштар жанды қалыптастыру. Сабақта пайдаланылған әдіс тәсілдеріміз: дәйекті сөз, тыңдай білемін, сұрақтар шеңбері, поэзияны сүйемін. Отбасы кішкентай отан, отан отбасынан қаланады. Бақыттың кілті отбасынан басталады. Демек, дәйек сөзіміз: бір адам жаққан отқа 100 адам жылынады. Осы орайда Абай атамыздың мына бір 41-ші қара сөзі еске түскендей: біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді себепсіз, көзбен көріп, ақылмен біліп, жазған сөзін ұғатын жанбыз. Яғни бақытқа жетер жол тек қана білім деп атаған. Ендеше білімді болуға тырысайық. Осы сабағымыздың мазмұнын ашу үшін сіздерге бақытты отбасының сыры атты өсиет әңгімеден тұратын кішкене ертегі фильмді көруге шақырамын. Қалада екі отбасы көрші тұрады. Бір отбасында үнемі ұрыс болады, ал екінші отбасында барлығы тату тәтті өмір сүреді. Бір күні бақытты отбасына қызығып жүрген екінші үйдің баласы олардың қалай бақытты, тыныш өмір сүріп жатқанын білгісі келеді. Сөйтіп, ол көрші үйге келіп, жасырынып бақылап отырады. Бақытты үйде барлығы әкесі, анасы, балалары да ылғи көңілді жүреді екен. Олар бәрін бірлесіп жасап жатты. Анасы үйін тазалап жүр, бір құмыраны сүртіп тұр еді. Кенеттен біреу телефон соғады. Ол құмыраны үстелдің шетіне қойып кетеді. Анасы көмектесіп жүрген баласы бөлмедегі жаңағы құмыраны байқамай құлатып алады. Құмыра сынып қалады. Бала, міне, қазір ұрыс басталады деп ойлайды. Өйткені олардың отбасында солай болушы еді. Анасы ұлына: кешір балам, мен кінәлімін. Мен оны дұрыс қоймадым. Жоқ, мен кінәлімін, байқамай қалдым. Жарайды, ештеңе етпейді, бұл болмашы нәрсе, деді әкесі. Көрші бала оларға қызыға қарап, өз үйіне қарай жүгіре жөнелді. Анасы: не болды сонша жүгіріп, бірдеңе көрдің бе? Иә, анашым, мен көршілердің бақытының сырын, олардың бізден ерекшелігін енді ұқтым. Олардың отбасында әркім өзін кінәлайды екен, ал біздің отбасымызда әрқайсымыз меніңкі дұрыс дейміз. Балалар, сіздерге енді осы тақырып бойынша сұрақтар шеңбері әдісі арқылы бірнеше сұрақтар қоятын боламын. Отбасыңның жылулығы, саулығы кімге және неге байланысты деп ойлайсың? Отбасының жылулығы тату-тәтті болып, айналаға жан жылуын бергенге байланысты деп ойлаймын. Отбасымыз салауатты болу үшін қандай құндылықтар ұстану керек? Отбасымыз салауатты болу үшін сыйластықта болуымыз керек. Өз отбасыңды салауатты отбасы деп санайсың ба? Иә, отбасымды бақытты деп санаймын, өйткені тату-тәтті тұрамыз. Бақыт, қайда барасың? Хақ жолына түсетін адал жанға барамын. Бақыт, қайда барасың? Ұрыспайтын, мейірімді, тату жанға барамын. Бақыт, қайда барасың? Өсірген жақсы баласын, сыйлаған ата-анасын, көргенді ұлға барамын. Бақыт, қайда барасың? Ата-анасын сыйлаған тату жанға барамын. Бақыт, қайда барасың? Еш адамды күндемес, өсік айтып үндемес, әдетте үйге барамын. Бақыт, қайда барасың?
Тайғат сөзін тыңдаған, от мінесін ойлаған, бисмиллясы бар үйге барамын. Аялайық бақытты, бақыт сенің қолыңда. Бізге өлшеулі, уақыт қымбат, өткізейік жолында. Ең алдымен ата-анаңды құрметтей біл бақытың, өкінішпен өтпес сонда әрбір өткен уақытың. Аялайық бақытты, керек емес жиғаның, сыйластықта болмаса егер бойыңдағы иманың. Арсыз болу дұшпандықтың жақынындай серігі, сыйласа біл, мейірімді бол, ізетті солай жиғаның. Аялайық бақытты, жалқау болма, уақытты құр өткізбе, жамандыққа әрісіңді ойлана біл жеткізбе, еңбекпенен әрісіңді адалдықпен бағамда, қадірлей біл өткеніңді өкінішпен өткізбе. Аялайық бақытты, алған сенің білімің, керек саған болашақта пайдаға ассын ілімің, құрметтеуің үлкенді сен кішіге қорған болғаның, өткен күн мен болашаққа салған жолың бүгінің. Авторы Гүлзия Тәжіханқызы. Бақыт тіле, айналаңа жар сала, соны көтіп жүргендер бар қаншама. Бақыт деген бір-біріңді сыйлауың, бақыт деген жылы сөзің баршаға. Бөліп-бөліп барлығына беререм, әттең бақыт сатылмайды ақшаға. Бақыт деген жаратқанның берген